Сәлем балалар. Біз Қазақстандағы және әлемдегі демографиялық ахуал тақырыбын бастаймыз. Ол сіздердің кітабыңызда 58-ші бетте. Ал барлықтарыңызға сәтті сабақ болсын. Кітабыңызды жаныңызға әкеліп алыңыз, достар. Жақсы ма? Енді біз бүгін талғаулы салаласпен танысамыз. Негізгі мақсатымызға келер болсақ, достар, бұл әдеттегідей салаластың соңғы 3 түрімен танысамыз. Бұл жолы аудиомәтіндерді тыңдап, оқып, талдау жұмыстарын жасаймыз, пікір білдіреміз, өзекті мәселелерді талқылап, салаласты мәтіннен тауып ажыратамыз. Жақсы ма? Қызметін түсінеміз. Ал достар, тақырыбымызға келейік. Біздің тақырыбымыз Қазақстандағы және әлемдегі демографиялық ахуал деп бастапқыда айттық. Енді бұл бөлімде не өтеміз? Біз әдеттегінше бір салаластың түрімен танысамыз. Бұл салаластың түрі өте оңай, бірақ бұл сөзді түсініп алу үшін, мысалы, әрқайсыларыңызда талғам бар, талғам, яғни вкусыңыз бар. Және тілде де осындай талғамдар болады екен. Мысалы, сіз әр сөзді талғап айтасыз, немесе сұрыптап, немесе бір іс-әрекеттің таңдалып жасалғандығын айтасыз. Бауыржан Момышұлының бір сөзін еске мысалға келтірейік. Сабырлық алдында не дұшпан сасады, не сабырсыздықтан береке қашады дейді. Немесе бұлай дұшпан сасып қалады, немесе сабырсыздықтан береке қашып кетеді деп мысал келтірсек болады. Демек, біз бұл жерде не, немесе, ге, яки деген жалғаулықтарды қолданамыз. Жақсы ма? Сондай-ақ талғаулы салаласқа бірнеше мысалдар келтіруге болады. Сөз бен қылық суық көңілді не жылытады, не суытады деп айтсақ та болады. Немесе сөз бен қылық, бұл жерде қылық деген сөз мінез, яғни сөзіңіз бен мінезіңіз суық көңілді жылытып жібереді, яки суытып жібереді деп жалғаулықтарының орнына ауыстыра берсек те болады. Дәл солай екінші мысал, басына ауыр сын түскен кезде әкесі қалайда не түсіне кіреді, не көз алдына елестейді. Бұл сөйлемде сын деген сөз ауыртпалық, қиыншылық деген мағынада тұр. Енді келесі мысалымызды тез өткізейік. Бұл кітапта мен оқимын, сен оқисың, не болмаса атаңның бастағаны жөн. Бұл жерде негізі жаңағы жалғаулықтар айттық қой, алмасып та жүре береді. Бұл кітапта не сен оқисың, не мен оқимын, не болмаса атаңның бастағаны жөн болады деген сияқты. Біз жалпы негізі өте оңай, яғни белгілі бір іс-әрекет орындалған кезде біз талғап, таразылап, саралап айтылатын іс-әрекеттерді талғаулы салалас деп айтсақ болады екен. Бұл тапсырмаға балалар әрқайсыларыңыз өздеріңіз субъективті пікірлеріңізді білдіретін боласыздар. Мысалы, әр отбасында неше бала бар? Әр отбасында шамамен 2-3 баладан бар деп мен мысалы айту мүмкін. Демографиялық өсім үшін әр отбасында неше бала болу керек десем, мен айтар едім, кемі 5-6 баладан болу керек. Демографиялық өсімді қалай көбейтуге болады? Көтеруге болады немесе. Демографиялық өсімді халықтың жағдайын көтеріп барып, біз көтере аламыз деп айтар едім. Мысалы, менен сұраса біреу. Енді достар, антоспадан 14-ші аудиомәтінді тыңдайық. Демограф ғалым, психолог ғалымның айтылған пікірлерін сараптап, бір-бірімен ажыратып кестеге саламыз. Жақсы ма? Жалпы бұл жердегі тапсырмалар көбейіп кеткені себепті сіздер өздеріңіздің осы 2 тапсырманың бірін орындап жіберетін әрекет қылыңыздар. Жақсы ма? Енді достар, 59-ші беттің 6-шы тапсырмасына келейік. Бұл 6-шы тапсырмада мәтінді оқисыздар. Мәтінді жақсылап оқыңыздар, және де әр түйіннен 1-2-3 сөзді жазып отырасыздар, және де осы бойынша хронологиялық кесте жасайсыздар. Жақсы ма? Бұл тапсырма барлықтарыңызға жасалуы міндетті. Бақытты отбасылық өмірдің шарттары, қалауыңызша шарт қоясыз, тізім шығарасыз. 10 шарт қоясыз ба, 20 шарт қоясыз ба? Өзіңіздің қалауларыңызды, яғни жазып жібересіздер. Жақсы ма? Сол осымен сабақ аяқталды, достар. Тапсырмаларды күтем. Эдмодада. Жақсы ма? Сау болыңыздар.